Кеш жарық, құрметті көрермендер, жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Енді бүгінгі айтайын деп отқан мәліметім, ол кешенің алдың күні Жамбыл облысындағы, Тараз қаласындағы айналасындағы фермер фермерлердің семинары болып өтті. Мына әшейі жақта. Сол жақта агрономмен, егіндікпен айналысатын, бұрыннан айналысып келе жатқан кісілер де болды. Сол енді айналысып жатқан адамдар болды. Солармен пікір талас болып бірталай тәжірибе алмасып қайттық. Білгенімізді айтып, білмегенімізді үйреніп, тәжірибе алмасып қайттық. Сол жердегі бір түйген нәрсем, мысалға, бұрын енді білмейтінбіз ғой. Қазіргі айтайын деп отқаным, мысалы, шыққан егіндік, помидор, картошка, перец, қайсысы болсын, солардың келетін қорек бар. Мысалы 100% қорек десек, соның 70% жапырақ арқылы қоректенеді екен. Тек қана сол қалған 20-30% тамыр арқылы, яғни су арқылы қоректенеді екен. Ол ең маңызды рөл атқарады, сол жапырақтар екен. Ол жапырақ арқылы, ол былайша айтқанда, сол жапырақ сол шыққан помидордың жүрегі десе де, бүйрегі, в общем, ішек құрылыс қызметін атқаратын главный бөлігі екен ғой, өсімдіктің жапырақ деген. Сол арқылы осы біздің алдыңғы тақырыпта айтқан сұйық биогумусты сол жапыраққа шашу арқылы тез өсіруге, тез дамытуға болады екен. Соны пайдаланып, тәжірибесін көріп атқандар да бар екен. Және оны енді көрейін деп атқандар да бар екен. Сол сұйық биогумусты негізінен көп қоса беруге де болмайды екен. Оны белгілі бір мөлшермен қосады екен. Ал оны қай кезде қосу керек деп сұрап едік. Сол кезде айтты, ол сіз жапырақтың өзіңіздің егіп атқан гүліңіз болсын, өсімдігіңіз болсын, содан байқайсыздар дейді. Ол қалай байқаймыз дегенде, жапырақ солғырыңқы, сарғайып, біртүрлі бола бастаған кезде, сол сұйық биогумусты тамырдан немесе жапырақтың шашу арқылы жіберуге болады екен. Оның мөлшері, мысалға, шамамен алатын болсақ, 100 литрге 1 литр болып есептеледі. Сондағысы есептеп қарасақ, 10 литрге 10 миллиграмм сұйық биогумус қосылады. Одан көп мөлшері болып кетсе, ол жаңа өсімдікті күйдіріп жібереді, или өлтіріп жібереді. Белгілі аз мөлшермен істейтін болсақ, еккен егініміз жақсы шығады екен. Сол сұйық биогумусқа тапсырыс беріп, соны пайдалансаңыздар, өкінбейсіздер. Гүлге де, неше түрлі бақшамыздағы өсіп тұрған егіндікке де, даже полямыздағы жоңышқаға да, бидайға да пайдаланып жатқандар көп. Алдыңғы видеомызда көрсеңіздер, біраз ақпаратпен бөлісесіздер. Ең ыңғайлысы сол сұйық биогумуспен былай бұзылып баратын егін өсімдіктерімізді көтеріп алуға болады екен. Және де келесі тақырыпта айтамыз. Сол сұйық биогумустың точно қанша мөлшерде керектігін келесі видеомызда айтатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Асылхан. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Рахмет.